Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздер құрама сандарды жай көбейтістер жіктеу тақырыбын өтеміз. Құрама сандар мен жай сандар дегеніміз не? Жай сандар дегеніміз өзіне және бірге ғана бөлінетін сандар. Мысалы, ол 1 жай сан, 3, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 және тағы басқа. Сіздер ол жай сандар қатарын білесіздер. Ал енді құрама сандар дегеніміз не ол? Ол 2-ден басқа жұп сандар. Яғни мысалы 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14 мысалы 20 осылай кете береді. Және құрама сандардың ішінде 3-ке есек сандар бар, 9, 15, 5-ке де есек сан бар, 18. Яғни мына жай сандардан басқа барлық сандардың барлығы ол құрама сандар. Мысалы 32, немесе 100, немесе 99. Енді қараңыздар. Біздер мысалы мына санның жай сан екенін қайдан білеміз? Сіздерге ауызша айтқаннан гөрі мысал ретінде көрсетейін. Оны бүйтеміз. Бөлеміз, Бірінші 13 кімге бөлінеді? Ол тек қана 13-ке бөлінеді, 13-ті 13-ке бөлгенде ол 1-ден келеді. Яғни қара. Бөлшіктердің саны 1 деген бөлгіш бар және санның өзі бар. Екі-ақ теорияның бөлгіштер ол жай сан. Мынау жай сан, Келесі. Мысалы 14-ті қарайық. 14 деген сан ол жұп сан. Ол 2-ке бөлінеді. 14-ті 2-ке бөлсек 7 болады. 7-ні 7-ге бөлеміз, ол жай сан болғандықтан. Сондықтан ол 1 болады. Сонда қараңыздар. 14-ті біз былай жазамыз. Мына жерде 13-ті біз тең болады. 13 көбейтілген 1-ге тең болатын болса, ал 14 дегеніміз ол 2 көбейтілген 7-ге тең болады. Арады келесі. Мысалы тағы бір мысалдайық. 100 деген санды көрге. 100-де жұп сан болғандықтан бірінші 2-ден бастаймыз. Яғни қараңыздар. Сандар қатарынан, натурал сандар қатарынан 1-ден басқа санды аламыз, 2-ке бөліп көреміз әуел кез келген санды. 13-ке бөлінбеді мысалы, сондықтан біз 13 алдық. 3-ке бөліп көреміз. 2-ке бөлінбесе 3-ке бөліп көреміз. 3-ке бөлінбесе 7-ге, 5-ке бөліп көреміз. 5-ке бөлінбесе 7-ге, 7-ге бөлінбесе 11-ге, 11-ге бөлінбесе 13-ке, осылай жай сандар қатарынан бөле береміз. Яғни жай көбейтістер жіктеу дегеніміз жай сандардың көбейтіс түрінде жазу деген сөз. Түсінікті ме? Енді қараңыздар. 102-ге бөлген кезде ол 50 болады. 50 жұп сан тағы. 12-ге бөлем. Ол 25 болады. 25 енді 2-ке бөлінбейді. Осы жерінде 2-ке бөліп тоқтатам. 3-ке бөліне ме? Сұрақ қоямыз, 25 тағы да 3-ке бөлінбейді. 3-тен кейінгі үлкен жай сан ол 5. 5-ке бөлеміз. 25-і 5-ке бөлгенде 5 қалады. Ол 5-ке ғана бөлінеді. Сондықтан бізде мына жерде 1 болады. Әрі қарай тағы да мысалы мынандай сандалып көрейік. 420 деген сандалып көрейік. Кітапта оқулықта бар екен. Осы мысалды көрсетейін, түсіндірейін. 420 деген сан, ол жұп сан тағы да 12-ке бөлейік. Ол неше болады? 2-ке бөлінеді, өйткені жұп сан болғандықтан. Сонда 210 қалады. 210-ды 2-ке бөлем, 100-де 5 болады. Енді 100-де 5 тақсан болғандықтан ол 2-ке бөлінбейді. Осы жерден 2-ке бөлу тоқтатамыз. Арада 3-ке тексереміз, Сан 3-ке бөліну үшін оның цифрларын қосындысы 3-ке бөліну керек. Мысалы 1-ге 0 қосам, ол 1 болады. 1-ге 5 қосам, 6 болады. 6 3-ке бөлінеді, сондықтан біз 3-ке бөлеміз. 105-ті 3-ке бөлген кезде ол 35 шығады. 35 енді 3-ке бөлінбейді. Өйткені 3-ке 5 тоқсан 8 болады да, 8 3-ке бөлінбегендіктен ол 3-ке бөлінбей қалады. Сондықтан біз 5 аламыз. Яғни өткенде біз айттық, соңы 5-пен аяқталатын сан, яғни 0-мен аяқталатын сан, ол 5-ке бөлінеді дедік. 5-ке бөлем
7 қалады. 7 ол жай сан, сондықтан тек қана ол өзіне ғана бөлінеді. Сондықтан 1 болады. Енді қараңыздар. Мен тек қана сіздерге сандарды бөліп шықтым. Жай көбейтіштерге ғана жіктеу. Жіктеу дегеніміз ол былай болады. Енді құрама санды жай көбейтіш зерттеу. Мысалы мен 14 санын құрама сан, 14 сан. Соны жай көбейтіштерден, яғни 2 менен 7-нің көбейтіндісі түрінде жаздым. Дәл сол сияқты 100-де де 2 менен 5-дің көбейтіндісі түрінде жазуға болады екен. Қараңыздар міне. 100 астына жазып кетейін, 100 тең болады 2 көбейтілген 2 көбейтілген 5 көбейтілген 5 тең болады. Бұл 2 көбейтілген 2 дейміз, ол қысқаша былай жазуға болады. 2-нің квадраты шекесін жазамыз. 5 көбейтілген 5 дегенде көбейту деймізде 5-тің квадраты деп жазып кетеміз. Түсінікті? Келесі 420 деген санды жазып қойдық. 420 ол тең болады 2 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5 көбейтілген 7 деп тұр, тең болады. 2 бізде 2 көбейтіндісі, сондықтан тең болады 2-нің квадраты дейміз. Көбейтілген 3 дейміз, көбейтілген 5 дейміз. Көбейтілген 7 бар. Осылай қалдырамыз. Яғни 420 деген санымыз жай көбейтіштері, бөлгіштері 2, 3, 5, 7 болатын көбейтін түрінде жазуға болады. 2-нің квадраты көбейтілген 3, көбейтілген 5, көбейтілген 7 деген түрде жазады екенбіз. Түсінікті ме оқушылар? Так, тағы да бір мысал қарап қойып. Енді қараңыздар, сіздерде мысал жай құрама сандарды жай көбейтіштер жіктеңіздер деген нәрсені айтатын болса, есеп тасыма берілетін болса, онда сіздер оны тек қана мен мысал ретінде мына сандарды сіздерге жазып түсіндіріп отырмын. Енді сіздер есепті қалай шығарасыздар? Мысалы 264-ші есеп бар еді. 264-ші есепте мысалы 87 деген сан бар екен. Осыны құрама сан 87 деген құрама сан беріліп тұр. Осы құрама санды біз жай көбейтіштер жіктедісе, біз былай жазамыз. Бірінші әуелі 87-нің өзін жазып қоямыз. Содан кейін сызғышпен түзу сызамыз. Сосын 87 зерттейміз. Яғни 2-ге бөліне ме? 87 2-ге бөлінбейді. Ол тақсан, сондықтан біз 3-тен бастаймыз. Тақсан болса, міндетті түрде 3-ге бөлуден бастаймыз. 87 3-ге бөліне ме? Тексерейік. Ол үшін 8-ге 5-ті қосам. 8-ге 7-ні қосам. Ол 15 болады. 15 3-ге бөлінеді. Сондықтан біз 87-ні 3-ге бөлеміз. Яғни бұл 87 санымыз 3-ге бөлінеді сан. Сонда бізде ол 87-ні 3-ге бөлінген кезде 29 болады. 29 ол жай сан. Сондықтан біз 29-ға бөлеміз. Сонда 1 қалады. Сонда 87-нің жай көбейтіштер деп жазғаны 87 астына жазамыз. 87 тең болады 3 көбейтілген 29 дейміз. Келесі тағы бір мысал қарап көрейік. Мысалы 100-де 36 деген санды қарайық. 136 деген сан. Бұны да жай көбейтіштер жіктеу керек. Ол үшін бұл жұп сан болғандықтан ойланбастан 2-ге бөлеміз. 136-ны 2-ге бөлгенде ол 68 шығады. 68-ті тағы 2-ге бөлем 34 болады. 34-ті тағы 2-ге бөлем 17 болады. Бізде 17 ол жай сан болғандықтан 17-ні 17-ге бөлеміз. Сонда 1 қалады. Сонда 136 деген санымыз мына жерге жазайық. 136 ол тең болады 2 2-нің 3-еуі бар. Сондықтан 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 17. Біз есепті осылай жазу керекпіз. Яғни бір сан бірнеше рет көбейтіндісі түрінде жазылатын болса, оны дәреже түрінде жазу болады. Мысалы, мына жерде 2 саны 3 рет кездесіп тұр, сондықтан 2-нің 3 дәрежесі дейміз. Мына жерде 2 саны мысалы 2 рет кездесті, 2-нің 2 дәрежесі деп жазамыз. 5 саны 2 рет кездесті, бұл жерде 5-тің 2 дәрежесі бар. Оқушылар сағымыз түсінікті деп ойлаймын сіздерге.